Микробиология кафедрасына қош келдіңіздер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы химия терапиясы туралы оқу негіздері, антибиотиктердің жіктелуі, микроорганизмдердің антибиотиктерге тұрақтылығының даму механизмі, антибиотиктер мен дезинфектанттарға сезімталдық, стерилдеу және дезинфекция тақырыбындағы дәріс. Антибиотиктер терминін 1942 жылы Зельман Ваксман ұсынған болатын. Ол төмен концентрацияда басқа микроорганизмдердің көбеюін өлтіретін немесе тежейтін микроорганизмдердің өнімдері деп көрсеткен болатын. Бірақ бұл ұғым басқа тектегі микробқа қарсы химиялық препараттарды жоққа шығарды. Алайда бұған дейін 1929 жылы Флеминг пенициллинум штаммының стрептококктардың өсуін тежейтінін анықтаған болатын. 1940 жылы Флори мен Чейн тазартылған пенициллиннің тұрақты препаратын алып ашқан антибиотикті ұсынды. Антибиотиктер дегеніміз не ол? Бұл микроорганизмдердің өсуін, көбеюін тежейтін немесе тоқтатын микробтар, өсімдіктер және жануарлар жасушасынан алынатын органикалық заттар. Микроорганизм мен жоғарғы өсімдіктер мен жануарлар микроорганизмдерді және ісік жасушаларының дамуын басатын және жоятын заттар. Антибиотиктердің шығу тегіне байланысты жіктелуіне келетін болсақ, ол табиғи, жартылай синтетикалық және синтетикалық болып жіктеледі. Табиғи антибиотиктер, бұлардың негізгі алынатын жолы 80%-ке дейін табиғи антибиотиктер актиномицеттерден алынады. Сонымен қатар зеңсан құрғақтарынан алуға болады, тағы басқа фузин қышқылдарының синтетикасы салдарынан табиғи жолмен антибиотиктерді алуға болады. Жартылай синтетикалық препараттарға келетін болсақ, бұл синтез арқылы табиғи антибиотиктерден алынады, содан кейін олар химиялық түрде өзгертілетін препараттарды айтамыз. Синтетикалық препараттар бұл химиялық жолмен синтезделеді. Бұл табиғи антибиотиктердің аналогтары немесе жаңадан синтезделген химиялық заттар болып табылады. Антибиотиктердің әсер ету механизміне байланысты жіктелуіне келетін болсақ, олар бактериоциттік және бактериостатикалық әсерде микроорганизмдерге әсер етеді. Бактериоцитті бактериялар, олар бактерияларды өлімге әкеліп соғады, ал бактериостатикалық алдымен бактериялардың көбею, өсуін тежейді, содан соң барып өлімге әкелетін антибиотиктер. Спектріне байланысты антибиотиктер кең және тар спектрлі болып жіктеледі. Тар спектрлі антибиотиктер бұл бірсыпыра микробтарға әсер ететін антибиотиктерді айтамыз. Ал кең спектрлі антибиотиктерге келетін болсақ, олар көптеген грамм оң және грамм теріс бактерияларға әсерін тигізеді. Антибиотиктердің микробқа қарсы антибактериалды әсер ету механизміне байланысты олар жасуша қабырғасының синтезін тежейтін антибиотиктер, олар пептидогликанды тежейді. Екінші, рибосомадағы ақуыз синтезін тежейтін антибиотиктер болады. Нуклеин қышқылының синтезін тежейтін препараттар болады. Олар пурипиримидин негіздерінің синтездеуін блокада жасайды, ДНК синтезін тежейді, РНК полимеразасын, кері транскриптаза ферменттерін тежейтін антибиотиктер, цитоплазмалық мембрананың функциясын тежейтін антибиотиктер болады. Құрылымына қарай антибиотиктер бета-лактамдар болады. Құрылымында бета-лактамдық сақинасы бар. Олар микробқа қарсы белсенділігі үшін жауап береді. Бета-лактам сақинасы бұзылған кезде олар тиімділігін жоғалтады. Барлық бета-лактамдар бактериоциттік әсерге ие болады. Микроорганизмдердің антибиотиктерге төзімділігі, оның механизмдеріне келетін болсақ, микробқа қарсы препараттар белсенділігі тұрақты емес. Олар уақыт өте келе төмендейді. Бұл дәріге тұрақтылықты дамытады. Тұрақтылық бұл биологиялық құбылыс және оны алдын алу мүмкін емес.
тұрақтылықтың негізгі екі түрі бар. Бірінші табиғи төзімділік, екінші қолдан алынатын тұрақтылық. Табиғи төзімділікке келетін болсақ, кейбір микроорганизмдердің, антибиотиктердің, антибактериалдық химия препараттар үшін нысандарының болмауымен байланысты. Мысалы, микоплазмаға келетін болсақ, хламидияларға келетін болсақ, олар бета-лактамдық антибиотиктерге сезімтал емес, өйткені олардың жасуша қабырғасы болмайды. Сондықтан антибиотиктердің әсер ететін нысанасы жоқ болғандықтан, бұларға табиғи төзімділік болады. Мұндай тұрақтылық тұрақты және белгілі болады. Ол хромосомалық генде кодталған және түрдің белгісі болып табылады. Қолдан алынатын тұрақтылыққа келетін болсақ, бактериялардың жеке штамдарының микробтық популяциясының негізгі бөлігін жоятын антибиотиктердің концентрациясында өміршеңдігін сақтау қасиеті. Бұл бактерияның рекомбинациясына байланысты. Біз өткен сабақта генетикалық рекомбинацияларды өткенде конъюгация процесінде, мысалы, плазмидалардың салдарынан, плазмида салдарынан бактерияда антибиотиктерде тұрақтылық қасиет дамиды. Бұл бактериялық тұрақтылықты жою үшін біз қандай шаралар қолдануымыз керек? Бірінші, микробқа қарсы химиялық препаратты қолдану қатаң көрсеткіштерге сәйкес болу керек. Кез келген антибиотикті кез келген уақытта қолдануымызға болмайды. Алдын алу мақсатта микробқа қарсы химиялық препараттарды қолданудан аулақ болыңыз. Дәріхана желісінде микробқа қарсы химиялық препараттарды еркін сатуды шектеу керек. Бұны қатаң дәрігерлердің рецепті бойынша беру қажет. Бактерияларға қарсы заты бар гигиеналық құралдарды, мысалы, сабын, тіс пастасы, кремдер, гельдер сияқты заттарды қолдануды шектеу керек. Тек емдік мақсатта қолдану керек. Медицинада пайдаланатын микробқа қарсы химиялық препараттарды ветеринарлық практикада қолдануға тиым салу керек. Жануарлардың ауруын емдеу үшін, оны алдын алу үшін, соңғы кезде жануарларды семірту мақсатында осы антибиотиктер қолданып жүр. Бұдан бас тартуымыз қажет. Микробқа қарсы химиялық препараттарды тамақ өндірісін консервлеуде пайдаланудан бас тартуымыз керек. Және микробқа қарсы химиотерапия режимін дұрыс таңдауымыз керек. Осы жағдайларды біз қатаң ұстайтын болсақ, дәрігерлердің микробтарға тұрақтылығын жеңуімізге мүмкіндік болады. Бактериялық антибиотиктерге сезімталдықты анықтау әдістері. Бұлардың бірнеше тәсілдері бар. Бірінші, дискодиффуздық тәсіл. тест арқылы, сериялық сұйылту арқылы бактериялардың антибиотиктерге сезімталдығын анықтауымызға болады. Бұның қажеттілігі неде? Бұның қажеттілігі өте зор. Мысалы, ауруды емдеген уақытта, дұрыс антибиотик таңдау мақсатында, олардың тұрақтылығы дамытпау үшін осы сезімталдықты анықтап, содан соң науқастарды емдеуге антибиотиктерді тағайындау өте дұрыс болар еді. Бірінші, дискодиффуздық әдіске келетін болсақ, дискодиффуздық әдісті қолдану үшін бізге антибиотикке қаныққан қағаз дискілер қажет. Бұл үшін біз міндетті түрде алдымен таза дақыл бөліп алуымыз керек. Петри табақшасында жиі газон әдісімен сеуіп, сол табақшаның үстіне, бөлінген таза дақылдың үстіне түрлі антибиотиктерге қаныққан қағаз дискілерді қоямыз. Бір тәулікке термостатқа қойғаннан соң, осы дискінің жан жағындағы негативті зонаны өлшеу арқылы антибиотиктердің сезімталдығын анықтауымызға болады. Осы кезде біз антибиотикограмма жасаймыз. Әр антибиотиктің жанындағы негативті зона диаметріне сәйкес біз антибиотикті сезімталдығын анықтаймыз. 22-25 аралығында, миллиметр аралығындағы диаметр болатын болса, ол антибиотиктерге сезімталдығы жоғары болады. 15 пен 20-ның арасындағы диаметр ол орташа. 15-тен төмен болатын болса, оның сезімталдығы жоқ деп есептеуге болады. Келесі тәсіл, тест тәсілдеріне келетін болсақ, бұл да дискодиффуздық тәсілдің бір түрі болып табылады.
оны қолданған уақытта агарда таза дақыл бөліп аламыз, оған антибиотиктің концентрацияларын сұйылту арқылы енгіземіз. Сұйылтқанда антибиотиктерді 2 есе сұйылтамыз. Бұл жағдайда әртүрлі концентрациядағы антибиотик сұйықтығы қоректік ортаға немесе агарға енгізіледі. 35-37 градус температурада 24 сағатқа инкубациядан кейін алынған нәтижені көруімізге болады. Бұл кезде біз өсу аймағы тежелген эллипс тәрізді аймақ пен тесттің қиылысқан жері бізде алынған нәтиже болып табылады. Бұл кезде біз минималды тежеу концентрациясын анықтаймыз. Келесі тәсілге келетін болсақ, бұл сериялық сұйылту әдісі болып табылады. Бұл жерде біз минималды тежеу концентрациясын анықтауымызға болады. Сұйық қоректік ортада ет пептонды сорпаға бөлінген таза дақылды енгізіп, антибиотикті сұйылған 2 есе сұйылған концентрациясын енгізе отырып, стандарт мутности дейміз, немесе лайлану стандартына сәйкес ең соңғы мөлдір пробиркаға қарай отырып, минималды тежеу концентрациясын анықтауымызға болады. Бұл тәжірибені қойғанда бізде 2 бақылау пробиркасы болады. Стерилдеу дегеніміз өңделетін материалдағы патогенді және патогенді емес микроорганизмдердің вегетативтік және споралық формаларын толығымен жоятын залалсыздау әдісін айтамыз. Стерилизацияның түрлеріне келетін болсақ, негізгі стерилизация түрлері жылулық, химиялық, сәулелік, соңғы кезде қолданып жүрген плазмалық немесе озондық стерилдеу түрлері бар. Жылулық стерилдеуге келетін болсақ, бұл қазіргі таңда кеңінен қолданатын тәсіл болып табылады. Бұл жерде жоғарғы қысымда бумен өңдейміз және құрғақ ыстықпен. Жоғарғы қысымда бумен бұл автоклавта өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Құрғақ ыстықта бұл құрғақ ыстық пештері немесе пастыр пештері деп атаймыз. Бұл жерде құрғақ жоғарғы температурада өңдеуге болады. Химиялық тәсілге келетін болсақ, химиялық тәсілдің өзі 2 түрі бар. Ол химиялық түрлі газдарды қолдану, этилен тотығы, формальдегидтердің буын қолдану арқылы жасы қолданатын болсақ, химиялық еріткіштік заттармен қолдануымызға 2-ші түрі болады. Бұл жерде қышқыл, қосу тотықтырғыш, первамур, альдегид, детергент, хлорамин, галоид, павидон иод ерітінділерін қолдануымызға болады. Сәулелік стерилизацияға келетін болсақ, бұл радиоактивті құрылғылар арқылы гамма сәулелері, ультрақызыл сәулелерді, ультрадыбыс қолдану арқылы сәулелік стерилизацияны қолдануымызға болады. Бұл стерилизация түрлерінің әрқайсысының кемшіліктері мен пайдалы тиімді жақтары бар. Мысалы, жылулық стерилизацияға келетін болсақ, жоғары бумен автоклавта біз пластикалық, резина сияқты мата заттарды өңдеуімізге болады. Құрғақ ыстықта біз тек қана жоғары температураға төзімді заттарды қолдануымызға болады. Ол металл, шыны ыдыстарды, темір аспаптарды осы құрғақ жылуда өңдеуімізге болады. Химиялық стерилизацияға келетін болсақ, бұнда түрлі адам ағзасына зиян келетін заттар бар. Сондықтан бұны жасау барысында медбикелер арнайы қорғаныш костюмдерін кие отырып жасайды. Және бұл ерітінділердің көбісі металл инструменттерді коррозияға ұшыратуы мүмкін. Сәулелік стерилизацияға келетін болсақ, бұларда адам ағзасына тигізетін сәулелердің зияндары өте көп. Сондықтан тек қана қажет болған жағдайда ғана қолданылады. Қазіргі таңда соңғы кезде плазмалық немесе озондық стерилизация кеңінен қолданып жүр. Бұл өте нәзік, оптикалық құрылғылары бар аспаптарды, мысалы кіндіктік катетерларды өңдеуде сутегінің асқын тотығымен
өңдеуге болады. Осы стерилизация әдісі кеңінен қолданып жүр. Дезинфекция дегеніміз не? Дезинфекция адам мен жануарлар өсімдіктерде ауру қоздыратын микроорганизмдерді жоюға бағытталған шаралардың жүйесін айтамыз. Залалсыздандыру жұқпалы аурулардың кең таралып кетуін болдырмау шараларының бірі. Қазақстанда залалсыздандыру тәсілдері ерте заманнан бері қолданылып келеді. Мысалға алатын болсақ, ауырған адамның ыдыс-аяғын бөлек ұстап, қайнату, науқастан түскен шашты, тырнақты көміп тастау, немесе өртеп жіберу, мал шаруашылығындағы қораларды, көң қоқысты тазалап отыру, дәнді дақылды күндеге кептіру сияқты шараларды біздің қазақ халқы ерте байырғы заманнан қолданып келе жатыр. Дезинфекцияның түрлеріне келетін болсақ, дезинфекциялардың түрлері механикалық, химиялық, физикалық, биологиялық болып жіктеледі. Механикалық дезинфекцияға келетін болсақ, ол қолмен жасалады. Мысалы, еденді жуу, шаңды сүрту, желдету, төсек жабдықтарды жуу, шаңды суыру сияқты шаралар болатын болса, химиялық дезинфекция осы механикалықпен бірлесе жүреді. Жуған кезде химиялық ерітінділерді қоса жуу, осы химиялық ерітінділермен сүрту сияқты шаралар. Физикалық дезинфекцияға келетін болсақ, бұл қайнату, бумен өңдеу, ауалық тәсіл, кварц шамын қосу болып келеді. Ал биологиялық дезинфекция түріне келетін болсақ, бұл антибиотиктерді қолдану шаралары болып келеді. Дезинфекция ағымына байланысты. Бұл профилактикалық немесе алдын алу мақсатта қолданылатын іс-шаралар. Бұл инфекция көзінің шығу-шықпауына байланысты емес, бұл күнделікті емдеу мекемелерінде қолданылатын және көпшілік орындарда қолданылатын іс-шаралар жиынтығы болып табылады. Екінші түрі ол ошақтық түрі. Ошақтық түрінің өзінің екі түрі болады. Ол ағымдағы дезинфекция. Ол ағымдағы деген жүйелі түрде инфекция ошақтарында жасалынатын өңдеудің түрі болатын болса, екінші түрі ол тыңғылықты немесе қорытынды дезинфекция деп аталынады. Қорытынды дезинфекция бұл инфекция көзі жойылған жерде бір реттік толығымен жасалынатын өңдеу түрлері болып табылады. Дезинфекцияның маңызы өте зор. Кез келген аспапты стерилдеу алдында міндетті түрде дезинфекция шаралары жасалынады. Сонан соң ғана стерилизация үрдісі жүргізіледі. Дезинфекцияда асептика және антисептикада да маңызы өте зор. Асептика дегеніміз бұл жарақатқа микроорганизмдерді енгізуден алдын алу шаралар жиынтығы болады. Оған осы толығымен дезинфекция мен стерилизация шаралары келеді. Мысалы, хирургтың қолын өңдеу, таңғыштарды өңдеу, хирургиялық инструментті өңдеу, ота жасау аймағын өңдеу сияқты шаралардың барлығы бұл инфекцияның жарақатқа түсуінен алдын алуға бағытталған шаралар болып табылады. Ал антисептика дегеніміз, антисептика ол жарақаттағы микроорганизмді жою шаралары болып табылады. Оның да жасалуына байланысты түрлері, бірнеше түрлері бар. Ол механикалық, дренаждау некроздалған тіндерді алып тастау сияқты, физикалық дренаждау сияқты, химиялық антибиотиктерді биологиялық антибиотиктер, химиялық түрлі дезинфектант өңдегіш заттар мен жарақаттарды өңдеу сияқты іс-шаралар. Фармацияда да осы дезинфекция және стерилизация шаралары кеңінен қолданылады. Мысалы, дәрі-дәрмектерді өңдеу, олардың ыдыстарын өңдеу, бұлардың барлығы осы стерилизация мен дезинфекция түрлерінің бірі болып есептеледі. Мысалы, дәрілердің өздерде абсолютті стерилді препараттар болады. Кейбір дәрілердің ішінде белгілі бір микробтардың өмір сүруіне болуына болатын препараттар да болады.
абсолютно стерильді препараттар, мысалы көк тамырға енгізетін, көзге тамызатын, күйіктен кейінгі маздар, олар міндетті түрде толығымен стерильді болу керек. Дәрі дәрмектерді стерильдеудің де өзінің тәсілдері болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет.